Бүгін достар біз Mobizen'нен басқа қандай видео түсіретін тағы бар екенін анықтайтын боламыз. Бірінші Google'ға кіреміз. Мен өз басыма ағылшынша жазғанды жақсы көремін. Сондай нәрселер. Өзіңіз кіріп қараңыздар. Видео жазасыздар. Бірақ мына сандарды алып тастаймыз. Алуды да алып тастаймыз. Міне осылай жазасыздар. Мінекей. Сосын мына астына сізде осы версияны басасыз. Бұлай астына сіздер. Мен мына версияны өшірейін мысалы. Осы версияны өшірейін. Ол мынадан тамаша. Мен бірінші досыма жіберем бұл видеоны. Сосын барып YouTube'ға салам достар. Так. Сосын сол видео түсіретін мен өзім түсіретін боламын. Mobizen'нен басқа осы менде видео түсіруге болады. Өткен соң видеоны не істеп жатқан соң қазір өзі бүйтіп тұрады қазір. Енді мынандайды алып тастаймыз. Ту дегенді. Міне осындай бір приложение тұрады. Мынандай. Қазір. И мынандай үш несі болады ол приложениенде. Бұл басқасы только мына жақтайра оның қызыл болады. Мына дәл сол сияқты стопқа қоятын. Стоптан шығаруға болады қайтадан қосып. Ал мынау видео шереді. Оны да қолдана алады. Мынау бір нәрсе бояусын деп атын. Ферма түстер. И ол видео өшпей қалуы мүмкін. Ол кезде удалить еттеріндер приложениені. Қайдан көшіріп істейтіндер. Оны менікі де істеу мүмкін. Бірақ удалить телефонды өшіріп қойсаңыздар болады. Жоқ, былай өшіріп қойсаңыздар. Міне. Өшіруді баса саласыз. Телефонды қатып бастыраса, мына жерінен дауыс көбейтетін жері бар. Соның қасында өшіретінен қатты басып өшіретесіздер. Сол кезде не болады? Сол кезде болады. Міне көшкен соң мінекей қазір мінекей осы жағын басасыздар и бүйтіп бәрін істеп төбесіне істейміз. Міне сол видео түсірейік ал. Сау болыңыздар.